Енді үкіметтегі ауыс түйістер жайлы сарапшылардың пікірін тыңдасақ, осы сәтте бізбен Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты ақпараттық-талдау жұмысы бөлімі басшысының орынбасары Алмаз Арзықұлов тікелей эфирде қосылды. Армысыз, жаңа үкімет басшысы тағайындалды, үкіметтің толық құрамы да жасақталғандығын айттық. Осы тұста кейбір министрліктердің қайта құрылып жатқандығына да тоқталып өттік. Осының мәнісін түсіндіріп өтсеңіз. Қайырлы кеш, Бауыржан. Айтылып өткенде елбасы үкіметті таратуға байланысты дер кезінде жасалынған шара болды деп барлық жерде айтылып жатты. Осыған байланысты бүгін жаңа құрылған үкіметте біршама өзгерістер болды. Оны байқағанымыздай ақпарат және қоғамдық даму министрлігі деген қайта құрылды. Бұл қоғаммен байланыс көп жағдайда бұл ақпараттың қалай берілуі, қалай таратылуы, екі жақты байланыс, кері байланыс, соның барлығы қоғамға тікелей байланысты болғандықтан, бұл жерде мемлекеттің ақпараттық саясатын жүргізу, бұлардың барлығы осы министрлікке берілді. Сондықтан да жаңағы бұрынғы ақпараттық және коммуникация министрлігі таратылып, оның орнына ақпараттық даму және қоғамдық даму министрлігі құрылды. Ал енді аэроғарыш министрлігіне коммуникацияның қосылуына келер болсақ, қазіргі таңда цифрлық әлем, цифрлық даму деген тренд болып жатыр. Соған байланысты осы коммуникацияны барынша техникалық жағынан дамыған министрлік бұл аэроғарыштық өнеркәсіп болып табылады. Сондықтан да функциялары біріне сәйкес келетін министрліктерді құрып, елбасы министрліктер санын оңтайландыру жағын есепке алды деп ойлаймын. Өйткені көп жағдайларда кейбір министрліктердің арасындағы өкілеттіктер қайталанып жататын. Олардың санын қайталанбауына жол бермеу және санын азайтуға байланысты осы біршама оңтайландыру шаралары жүзеге асырылды. Түпкі мақсат сапаны арттыру деп отырсыз ғой. Әрине, өйткені кейбір жағдайларда қайталану, бір өкілеттілікті екі министрліктің қайталану барлық жағдайда көптеген шығындарға алып келеді. Ол тек қана қаржы шығыны ғана емес, сонымен қатар адам ресурстарының шығыны, ақпаратты қабылдау барлығы қайталанады. Сондықтан да оңтайландырып, қазіргі заманда мынау информация заманы ғой, ақпарат заманы. Сондықтан барлық жағдайда халыққа да мемлекеттік саясат таратуда мүмкіндігінше икемделген, оңтайландырған шара қолдануы қажет. Түсінікті. Екінші сұрағымыз мынау, министрде, әкімде халыққа жақын болу керек. Осы үшін үкіметтің де, өңір басшыларының да құзыры кеңейтілді. Бұны бүгін президент тағы да еске салды. Жаңадан құрылатын үкімет әлеуметке жақын болу үшін ең алдымен неге мән беру керек деп ойлайсыз? Рахмет. Бұл жерде мәселе елбасының өткен жылғы жолдауынан келіп шығады деп айтуға болады. Жалпы мемлекеттің, үкіметтің таратылуы да осы сайлаудағы, жолдаудағы тапсырмалардың тиянақты толығымен орындалмауына байланысты. Бұл әсіресе жаңағы көптеген халықтың наразылығын туғызған әлеуметтік экономикалық салаға байланысты болып табылады. Осыған қатысты елбасы жолдауында айтып өткен болатын. Еліміздің 2025 жылғы дамуына қатысты әкімдерге, үкіметке жауапкершілікті ала білу мәселесі. Өздерінің бастаған бағдарламаларын аяғына дейін жеткізу. Соны жеткізуге байланысты өздеріне міндеттер алу мүмкіндігін беру болатын. Осыған байланысты енді жергілікті жерде әкім үкіметке алаңдамай өзінің істеген жұмысын өзі есеп беру. Елбасы айтпақшы, әр тиынға жауап беру. Сол шараның бағдарламаның орындалуына байланысты өзінің өз облысының алдында, өз тұрғындардың алдында жауапкершілік алу болып табылады. Осыған қатысты бізде ата заңымызда айтылады, биліктің бірден бір көзі ол халық. Демек, біздің министрлеріміздің, әкімдеріміздің ең бірінші міндеті халыққа жақын болудағы. Олардың халық үшін қызмет жасайтындығын, сол үшін осы қызмет тағайындалғанын түсіну, соны мойындау болып табылады деп ойлаймын. Ол жерге қызмет келгендіктен өзінің бар мүмкіндігін, өкілеттілігін, білімін сарқып жұмыс істеп, халыққа қызмет ету керек. Сонда ол халыққа да жақын болады, халық та оған жақын болады деп ойлаймын.
Рахмет. Біздің сауалдарымызға тікелей эфирде жауап берген Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты ақпараттық-талдау жұмысы бөлімі басшысының орынбасары Алмаз Арзықұлов.